Қайырлы күн қазақ елі. Сіздермен бірге енді Ноғай Байфайдың. Биыл Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталуына 76 жыл толып отыр. 1941 жылы 22 маусым күні фашистік Германия Кеңес одағына шабуыл жасаған болады. Осындай қан майдан соғыста бәрі елім үшін, жерім үшін деп аямай тер төккен қазақ батырлары Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Мәметова, Талғат Бегелдинов, Әлия Молдағұлова сынды батырларымыздың есімдері тарихта қалған. Кеңес одағының бірлігі мен татулығының арқасында фашистік Германия жеңіліске ұшырады. Осындай қиын кезде тыл ардагерлерінің де қосқан үлестері өте зор болды. Олар жас кәрісіне қарамай күн-түн демей аямай тер төгіп, майданды азық-түлікпен қамтамасыз етті. Осындай қиын сәтте тылдағы ауыр жұмысты атқарған үшін бұл күні мен атам мен әжеммен мақтанамын. Олай болса, ардагерлерімізден сұхбат алайық. 1941 жылғы қан майдан соғысында қандай іс атқардыңыз? Қан майдан соғысында мен жұмыс істедім. Үңгіртаста туып өскен жерім Үңгіртас, Жамбыл районы. Жұмыс істедік, аяғымызға киетін киім жоқ, табанымызға тікен кіріп, жылап еңіреп жүріп, шөп жейміз кешке шейін. Жасыңыз ол кезде қанша жаста? Жасым ол кезде 9-дан асқам. Соғыстың уақытында 35 жыл туғам. Рахмет Күлғайша апа. Құсайынбай ата, сіз соғыс уақытында қандай іс атқардыңыз? Мен 1928 жылы туған жерім Алматы облысы Қаскелең районында колхоз Промойпытта 14 жасымда Ұлы Отан соғысына фронтқа мен кәдімгідей еңбек еттім. Біздің жеңіспенен екінші біз көмек бердік Ұлы Отан соғысына. Сонда мен 14 жасымда түнде де істейміз, күндіз де істеп жүрдік. Неге десең, Ұлы Отан соғысында армияға бізге тамақ, продукты апару керек, болсу керек болды. Сол үшін біз аямай еңбек еттік. Түнде де істедік, күндіз де істедік. Онда комбайн деген жоқ. Барабанның түнде басады қараңғыда. Сонда басқанда мен астынан ана сабанды атпенен тасимын, ары апарып, сондай үлкен қызмет істедік. Ұлы Отанға еңбегімізді, күшімізді, аяғымыз жоқ. Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд, на костре в дыму трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай. Жеңіс дейміз, жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп, тап осындай бейбіт күнге жеткізген аталар мен апалар ғой ержүрек. Қорғап қалған қаласы мен даласын, білеміз бе бабалардың бағасын. Қан майданда бала аңсап анасын, келеді деп күтті ана баласын. Жауынгерлер отан үшін ерледі, жауларына сүйем жерін бермеді. Жанын қиып, туған жерім, елім деп, амал қанша көпшілігі келмеді. Санаулы қалған ардагерлеріміздің ерліктеріне құрмет көрсетіп бас ию бүгінгі және келер ұрпақтың парызы. Ал сіздермен болған мен Ноғай Байфайдың. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.